Бүгін алдымызға келген Еркін ағайымыз жүрекке қозғалтқыш салған екен. Әңгімесін тыңдап көрейік. Мен 2023 жылы 2 айдың 23 күні кенеттен жүрегімнен ұстап, содан Күнес ауданға құтқарумен апарған. Күнес аудан құтқарып, 12-13 күн жатқаннан кейін кеудеңе шибоши қоймаса болмайды дегеннен кейін қаржы топтап шибоши қойғыздым. Үрімжіден келген мамандар шибоши қойып берді. Міне әлемгі күнге шейін қалыптадан ұсақ қызмет істеп жатырмын әзір. Сол енді шибоши қойдан бұрын шибоши деген нәрсені тыңдап көргенсіз ба? Көрмегем, тыңдап көрмегем. Не екенін да білмейсіз. Оқпаймын. Операция жасайды дегенде қорықтыңыз ба? Қорықтым, операция бұл жүрекке шибоши қояды дегеннен бұл қандай болады, өліп қалам ба, басқадай жағдай бола ма дедім. Сол жердегі сестра доғдырлар мені өзі көтеріп алған. Қорықпаңыз, бұны қойғызып алсаңыз бұрынғы қалыпты қызметіңіз істей бересіз, сау адамша жүре бересіз дегеннен кейін мен өзімді өзім игеріп, содан кейін бауыр тұрғымен ақылдасып қойғызып әзір міне осы қалға келіп отырмын. Жақсы әзір, денсаулығына жақсы. Шибоши салудан бұрын қалай едіңіз? Жол жүре алмайсыз ба, тына алмай қаласыз ба? Шибоши қоймаған кезде екі аяғым тартылып, кейбірде мағдырым құрып, жансызданып қалатынмын. Әзір шибоши қойғаннан кейін оның барлығы жоғалып, қалықтатымша жүріп жатырмын. 3-4 километр жаяу жүре беремін. Қыстауым Таулы районында қой қайырып, басқа малдарды қайырып жүре беремін. Анша маған тәсір қылған ештеңкесі жоқ. Қазір негізінен жақсымын. Айтатынымыз енді шибоши қою негізінен өте қауіпті, бір үлкен операция емес. Шибоши қоюдағы мақсат та сол жүрек жақсы соға алмайтын, қалаймақан соғатын, ақырын соғып қалатын, же тоқтап қалатын жағдай болса шибоши саламыз. Енді шибоши салғаннан кейін бұл жағдайлар тіпті жоғалады. Ағамыз әңгімесін айтып берді. Сондан бір қолданыңдар.